Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде көптен бері ойнамаған Цунами ойынды тағы да ойнайтын боламыз. Жалпы маған Цунами ойыны қатты ұнаған және де Брейнрот ұнаған. Егер де достар келесі бөлімде Брейнрот укради Брейнрот түсір десеңдер түсірейін, ал ол үшін сендер комментке жазып кетіңдер. Бізде қазір не өзгеріпті? Мынадай бір спиннер қосқан, бізде спиннер жоқ деп ойлаймын. Тоқта, уақытша 20 спиннер бар дей ма? Жарайды, оны кейін ашармын. Менде сондықтан мына яқта брейнроттарым бар өзімнің. Осы брейнроттарымды білетін шығарсыңдар. Мыналардың брейнроттарын ешқайсысы маған жете алмайды. Мынаған 1 миллиондық брейнроттар жетеді екен, бірақ қалғандарының брейнроттары жетпейді маған. Мына яқта немене бәле? Бірден өліп қала бересің ғой, мына жаққа шықсаң болды. Сәл тоқтап жібермей ма? Цунамидің бір жаманы осы да толтырып жібере береді. Сәл арасын ұзақ қылып жіберу керек қой. Еще мына жерде ойнау да қиын болады. Осы жерге тығылып қаламыз. Енді біз брейнрот алайын десек, көрдіңіздер ме? Менің енді 468 скорсым бар. Ол да оңай емес. Барасын бірден өліп қала бересің. Қазір ең секізім артынан ең мықтысы кеп қалады ғой. Мә, достар, мына вип керек емес. Тез өтіп кетейін мына жерлерден. Бір брейнрот алуға шанс бермейді ғой мына Цунамилер. Негізі ойынның разработчигі мықты ойынды жасаған, бірақ та мына Цунамилер тез келетіні сәл жаман болып кетіпті. Ал сонымен біз қазір брейнрот аламыз ба, алмаймыз ба, қазір көретін боламыз. Енді міне осы брейнротты алайын десем, мына жерде секіре алмай қалады ғой. Неге именно осы сәтте секіре алмай қалады? Мә, енді мұнан ішіне де кіре алмай қаласың ғой енді. Давай достар, мен қайттан келген болатынмын. Енді мұна комбинацион дей ма, осындайды алып аламыз. Ана жерге тығылып тұрамыз да, ана жердегі брейнротты алып алайын. Оны лаки блокты ала салайын, ана брейнрот кетіп қалды. Мына брейнрот мә алуға уақытым жетпей қалды. Тез енді қайтып кету керек. Достар, күтесіз. Көрдіңіздер ма достар, мен апарып тастадым қазір жаңадан. Енді конфет бітті ма десем, қайттан шыққан. Неге эвент қайта бола береді? Эвент болмаса күшті ойнайтын да, мына жерде эвент болса толып келе береді. Енді біз сәлден соң крафт жасайтын боламыз. Ал сендер видеоны соңына дейін көріп кетіңдер. Мінекей, қазір біз ана тұрған екі брейнротымызды қосамыз. Жан-жақта ана жерде көрдіңдер ғой жаңа. Енді сол екі брейнротты қоссақ, бізде бір әдем брейнрот шықса күшті болып кетер еді. Және де менде бір ой бар. Бізде айтылып жатқан, бұрыннан айтылып жатыр да, бір әшейін брейнротпен, азғантай ақша беретін брейнротпен ең мықты брейнротты қоссаң, мықты брейнрот шығады дейді. Және де ол шындық па, өтірік пе, бірге тексеріп көретін боламыз. Кеттік, енді біз қайта бардық. Мәна ішіне түсіп кете салайыншы. Бізде мына жаққа бару азап болды ғой. Мұна бистро келеді, бұның артынан тай келеді. Медлену кеп атыр екен, біз тығылып қалдық. Секірмеш, айналайын, секіріп кете бермеш. Мұнаны алып алайын. Енді мына жақтан енді біреу әкете салайын, ақыр келген соң. Мәна үстіне секіріп өтіп кете аламын екен. Бұл секірмей-ақ қойшы. Мә, достар, мынаны қарасаңдаршы енді. Неге секіріп қойдым мен? Жарайды, ештеңе қылмайды. Мына жерге тығыла тұрайын. Болды, бұл жаққа бармаймын енді. Ал достар, видеомыздың қызықты сәтіне де келдік. Енді крафтқа орын берейік. Мінекей, осы екі брейнротты біз қосып крафт жасайтын боламыз. Ішінен мықты брейнрот түспесе, бізде өте жаман болайын деп тұр ғой. Мәссаған, достар, 42 мың қылып бере саған. Бізде еще бұл екеуі бірігіп 67 мың беретін еді. Бір миллиондықтар қылып берсе болады еді ше негізі. Менде қазір бір ой бар, кішкентай аз ақша беретін. Бұл брейнротты да аламаймын, оны Цунамидің кесірінен. Осы брейнротты алып, ана екеуін қосатын болсақ, бізге
қанша қылып береді екен, сендермен бірге көретін боламыз. Осы енді істесе жақсы болар еді. Қазір мынаны саламыз сендер үшін, достар. Сендер лайк басып, ана тіркеліп кетіңдер. Давай, достар. Мәссаған 21 000. Давай, достар, мен бұлай қайта салмаймын. Тағы да бір азғантай ақша беретін брейнротпен қосамын. Бәлкім көбейіп бере салатын шығар, бізде сол да болады. Қазір 17 секунд бар екен. Бұл жерде 10 секунд қалды. Қазір сәлден соң біз брейнротты қосып шығаратын боламыз. Ал бізде не шығады екен? Ал қолымыздан не? Бір текст жазып қояды екенбіз, өзімізге ұнайтын сөзді. Ал кеттік. Енді достар, мына брейнротымызды шығарайық. Сонымен бізде 47 000 дейін 67 деген брейнрот берді. Сонымен достар, осы видео тамам. Сау болыңдар.